Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін осындай ашытқысыз жасалатын жеті шелпек пісіретін боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тез жасалады, ашығанын күтіп отырмайсыздар. Тағы да бұл майлы болмайды. Ең кереметі, алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көру үшін, өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Тағы да менің YouTube каналымда осындай сәбізден жасалған пирогтың рецептісі бар. Ең алдымен бізге жылы сүт керек. Жылы сүт менде 450 мл. Соны құйып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, үстіне 2 ас қасық қантымызды, жарты шай қасық тұз бен содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Мен ұнды көз мөлшермен қосамын. Барлығын бірден ұнды салып жүрмеңіздер, аз-аздан салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бірінші осында қасықтың көмегімен қамырымызды біріктіреміз, сосын ары қарай қолдың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. 15 минут өткен соң қамырымызды алып, тағы да бір рет илеп жіберіп, тағы да 15 минутқа қоя тұрамыз. Сосын қамырымызды 7 бөлікке көз мөлшермен бөлеміз. Барлығын бөліп болған соң, домалақтап шығып, 5 минутқа қамырымызды тындырамыз. Бес минуттан кейін кішкене ұн сеуіп, көп сеуіп жүрмеңіздер. Кішкене ұнымызды сеуіп, барлығын жайып шығамыз. Барлығын жайып болды. Енді қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Мінекей, көріп тұрғаныңызда вилкамен тестеңіз де болады, немесе вилканың үстін басып тұрсаңыздар да болады. Өстіп қызарғанша, алтын түстес болғанша қуырып аламыз. Алтын түсте енді екінші бетін аударып қуырамыз. Осымен біздің шелпектеріміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте тез дайын болады. Ашығанын күтіп тұрмайсыздар. Егер видео ұнаса, сіздерге менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да керемет рецепттерді шығаратын боламын.